Жел шешек, яғни ветрянка кезінде балаға ибуфен беруге болмайды. Неге екенін видеоның соңына дейін қараңыздар. Мен Асылым Қасенқызы, педиатр. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жел шешектің қоздырғышы герпес вирусы ауалы тамшыл жолмен жұғады және инкубациялық уақыты орташа есеппен алғанда 10-21 күнді құрайды. Симптомдары әлсіздік, тәбеттің төмендеуі, бас ауырсыну, температура болуы да мүмкін және болмауы да мүмкін. Және негізгі симптом ол 24 сағаттың ішінде әртүрлі көлемдегі бөртпелердің пайда болуы. Бірінші дене қызарады, кейін ол түйінге айналады, түйіннің ішінде сұйықтық жиналады, кейін ол жарылады да қотырға айналады. Қотыр кеткеннен кейін тыртықтың орнында тері ақшыл түсті болып қалуы мүмкін. Емі тек қана симптоматикалық, яғни баланың жағдайын жеңілдетуге арналған шараларды қолданамыз. Жаңағы бөртпелер балаға қатты қышыну сезімін береді, сондықтан да оны басу үшін біз антигистаминді дәрілерді баланың жасына сай береміз. Ол зоодек сертек болып табылады. Балаға көп сұйықтық беру керек. Егер баланың бөртпесі іріңдеп кетпесе, баланы шомылдыруға болады. Сол арқылы баланың жағдайы жеңілдеп, қышынуы аздап басылады. Егер сіз жер үйде тұрсаңыз ғана далаға шығуға болады. Басқа жағдайда сіз жұқпалысыз. Және бөртпелер қатты қышыну сезімін тудыратындықтан баланың тырнағын қысқа қылып алып тастау керек. Сонда бала терісін қасымайтын болады. Себебі бала терісін қатты қаси беретін болса, сіздегі жаңағы бөртпе жарылып, оған бактериалды инфекция қосылып, баланың бөртпесі іріңдеп кетуі мүмкін. Және бөртпелерге каламин жағамыз, зеленка емес. Себебі каламин қышынуды басады, теріні қалпына келтіруге көмектеседі және асқынудың алдын алуға септігін тигізеді. Каламинді күніне 3-4 рет тіпті көрсеткіш бойынша жиі де жаға беруге болады. Сіздің бөртпелеріңіз қотырға айналмағанша каламинді жаға бересіздер. Орташа есеппен алғанда ол 7-10 күнді құрайды. Және температураны түсіру үшін тек қана парацетамолды қолданамыз. Себебі жел шешек кезінде балаға ибуфен беретін болсаңыз, балада бактериалды суперинфекция болуы мүмкін. Ол ғылыми зерттеулердің нәтижесінде дәлелденген, яғни баланың бөртпелері іріңге айналып асқынып кетуі мүмкін. Сондықтан да тек қана парацетамол береміз. Температура болмаса ештеңе бермейміз. Және негізгі сұрақ, бұның қоздырғышы герпес болса, противовирусты ем, ацикловир ішу керек пе деген сұрақ туындауы мүмкін. Ацикловирді біз тек қана қауіп тобындағы балаларға ғана береміз. Сау балаларға 12 жасқа дейін ацикловирді бермейміз. Сонымен ацикловир кімге қажет? Ең бірінші 13 жастан жоғары жас өспірімдерге, себебі оларда жел шешек ауыр түрде өтуі мүмкін. Екінші, егер жел шешекпен балаңыз екінші рет ауырып тұрса, ацикловир міндетті түрде қажет. Үшінші, егер балаңызда созылмалы өкпе немесе тері аурулары болса, және төртінші, егер балаңыз ауыз арқылы немесе ингаляциялық жолмен гормон қабылдайтын болса. Ацикловирді бөртпе шыққан уақыттан бастап алғашқы 24 сағат ішінде бастап кету өте маңызды. Сонда оның эффективтілігі жоғары болады. Қай уақытта жұқпалы? Бала бөртпе пайда болғанға дейінгі алғашқы 48 сағаттан бастап жұқпалы. Мысалы, балаңызда бөртпе сәрсенбі күні пайда болса, яғни балаңыз дүйсенбіден бастап жұқпалы болған деген сөз. Және бөртпелер қотырға айналмағанша бала жұқпалы болып саналады. Контактте болған адамдарды не істейміз? Оларды біз 21 күн бойы бақылаймыз. 21 күн ішінде олар ауыруы да мүмкін, ауырмауы да мүмкін. Практикада 21 күні ауырған адамдар бар. Және ыңғайы келсе, контакт болғаннан кейін алғашқы 72 сағат ішінде ветеринария оспаға қарсы екпені алып үлгеруге болады. Астана қаласында көптеген медициналық мекемелерде жел шешекке қарсы вакцина салынады, тек ақылы түрде. Және де ең бастысы, балаңызда бөртпе пайда болса, баланы өз бетіңізбен үйде емдемейміз, міндетті түрде баланы дәрігерге көрсетеміз.